Абай Бегей өнерге адал, өмірге шынайы тұлға. Қарапайым Маңғыстау өңірінен шыққан Абай Бегей елге танымал әнші ғана емес, сонымен қатар адал еңбектің, сабыр мен төзімнің жарқын үлгісі. Фаризок, саған тосын сый бар еді. Мә, қандай? Көресің ба? Давайте. Қазір тұр. Мә, көзің байлайсыз ба еще? Мәссаған. Абай Бегей жары Фаризаға көлік сыйлады. Бұл тек сыйлық емес, махаббат пен құрметтің көрінісі. Қазақ эстрадасында ерекше даусымен, сабырлы мінезімен, жүрекке жететін әндерімен танымал болған Абай Бегей өнердегі табысы мен отбасындағы тұрақтылығын қатар алып жүрген санаулы азаматтардың бірі. Жақында Абай Бегей өзінің сүйікті жары Фариза ханымға арнайы тосын сый жасап, темір тұлпар тарту етті. Бұл жаңалық әлеуметтік желіде тез тарады. Бірі таңырқаса, бірі сүйсіне қол соқты. Өйткені қазіргі кезде ер азаматтың жарына деген осындай ілтипаты мен құрметі көптің көңілін жылтады. Абайдың бұл қадамы жай ғана көрініс емес. Бұл махаббаттың, сенімнің, сыйластықтың шынайы көрінісі. Көлік материалдық дүние. Бірақ ол арқылы ер адам өз жарына «Сен мен үшін қымбатсың, сен менің бағымсың» дегенді білдіреді. Фариза ханым да бұл сыйлықты көз жасын тыя алмай қабылдады. Жылы сөздермен, шын жүректен шыққан алғыспен қарсы алды. Бұл сәт мыңдаған жанұяға үлгі. Мен негізі Аллахым күш-қуат берші деп көп айтады екенмін. Неге? Жолдасыңызға араларыңыз неше жас? 18 жас. 18 жас. Бірақ енді күйеуімнің балалары болғаннан кейін балалармен тіл табысуда кішкене бізге қиындық болды да. Бір аяқ асты күтпеген бір жағдай болып қалды. Оны біз адам баласы шеше алмайын деп тұр, ондай болады ғой жағдайлар. Ешкім шеше алмайды. Күйеуіңіз де, сіз де, туысқандарыңыз да білмейсіз қалай шешу керектігін. Сондай уақытта Аллаға қалай жалбарынасыз? Бір адамға мама деп айтамыз, бірақ сол бір сәтте сөйтіп айтқаны маған бір өмір бойыма жеткілікті болды деп ойлаймын. Осы бір рет айтты, одан кейін айтпаса да болады. Содан бір күні қызым сен қолымнан келеді. Ой, машалла, молодец. Малика, неге сен осыны бұрыннан қатырып істейсің деп. Ол ашыла бастады, маған сонда жетпей жүрген сол әкемнің сөздері ана жағдай бір X10 ғой. Жоқ, ол кісі Құранды мен үйреттім. Осыдан бастау керек еді ғой. Қазір енді менде роль көп та, ұстаз. Мен мысалы анамын, мен жеңешемін, мен енемін, мен әжемін. Содан кейін мен кез келген мәселе болса қыздарға айтамын, Құран оқыңдар. Кез келген сенің ішкі дертіңде, сыртқы дертіңде бәрі жақсы болады деп. Тұрмысқа шығайын деп едім, мысалы, баласы бар деп та. Сол кезде енді мен шынайы жауап берем да. Шықпаңыз деп та. Шықпаңыз деп айтасыз. Иә. Аллах тағаланың есігі 24-те ашық, 24-те жеті ашық. Кез келген уақытта, кез келген жерде сен Аллах тағалаға жүрегіңнің ішінде қандай бір қиыншылық бар, соны айтасың. Прямой.